Бесікке бөлу дәстүрі. Бесік айыр қалпақ Айдахар бидің заманында дүниеге келген деседі. Ол кезде ұлан байтақ даланы Мизамбап қорғайды екен. Қарақытайлар сарыарқаның кеңдігіне қызығып жиі шабуыл жасап отырады. Бірақ Мизамбапқа шамасы жетпей үнемі жеңіліс табады екен. Мизамбап ағаш егуді, бау-бақша жасауды кәсіп етеді. Жұрт ағаштың бірі Мизамбап деп атайды. Аңызда Жетісу мен Алтай өңіріндегі Ну орман Мизамбаптың еккен ағаштан шыққан деседі. Ол 150 жыл жасап қайтыс болыпты. Баптың дүниеден қайтқанын естіген қытайлар бір күнде келіп оның орманын өртеп жібереді. Бұл кезде Мизамбаптың баласы Айдахар алыста жүр екен. Әкесі түсінде аян беріп, пейілі тар қаскүнемдер менің орманымды өртеді дейді. Айдахар би ертесіне жетіп келеді. Орман түгелмен жанып кетті. Тек бірлі жарым тобылғының қисық бұтақтары ғана оттан аман қалған екен. Айдахар әкесіне құран бағыштап, қисық ағаштарды өзімен бірге ала кетеді. Бір күні Айдахардың сәбиі уанбай жылай беріпті. Әйел екеуі не істерін білмей қиналады. Емші тәуіптерді жағаласа да баласы жұбанбайды. Би қатты сасады. Қызының жылағанына шыдай алмай далаға шығып кетеді де Құдайдан медет тілейді. Бір уақытта қызының дыбысы шықпай қалады. Бір нәрсе болды ма екен деп үйге жүгіріп келсе, қызының жанында ақ киімді бір кісі отырады. Ол жанбай қалған тобылғының қисық бұтағына бөпені салып тербетіп отыр екен. Айдахар жақындағанда көзінен ғайып болады. Би мұны Құдайдан келген ишарат деп түсінеді. Түнімен қисық ағаштарды құрастырып отырып бесікті жасап шығады. Сәбиін соған салғанда ол жұбанып тәтті ұйқының құшағында тербелген екен. Бесіктің пайда болуы аңызда осылай баяндалады. Бесік ең алғаш тобылғыдан жасалынғандықтан ол қасиетті ағаштардың біріне айналыпты. Одан бесік, қамшы, ыдыс-аяқтар жасапты. Бесікті отқа жақпа, аяқ асты етпе, қадірлеп ұста деген ырымдар осыдан кейін шыға бастаған екен. Тобылғы бесікте тербелген сәби арыстандай топ жарады, жолбарыстай жол тосады деп ырымдайды. Бос бесікті тербетпе. Бос тұрған бесікке ібліс баласын салып қояды екен. Бос бесікті тербеткен шайтанның баласын тербеткенмен бірдей. Сондықтан бос бесікті тербетпе деп тыйым етеді. Іблістің баласы бос бесікте жасырынып жатады екен. Сәбиді бөлер кезде отпен аластамаса, жасырынып жатқан шайтан баланың ішінен нұқи береді. Содан сәбидің іші ауырады, мазасы қашады. Сондықтан бөпені бесікке бөлерде аршамен, адыраспанмен, болмаса 7 шырпымен аластаған жөн деген дәстүр шығыпты. Бесік жыры. Діни аңыздарда бесік жырын ең алғаш орындаған Хауана деп айтылады. Бірде ол егіз ұлын жұбата алмай қиналып отырады. Сол кезде көктен 7 періште түсіп, Алла, Алла, Алла деп Тәңірдің атын әдемі әуезге салып әндетеді. Әдемі әуенге елтілген Хауаның бөбектері жұбанып тәтті ұйқыға кетеді. Ән анасына да ұнап қалады. Ол періштелерге маған да үйретіңдер деп өтінеді. Періштелер Хауаға 7 күн бойы әлди әуендерін үйретіпті. Кейін Хауана өзінің барлық балаларын сол әнмен тербетуді әдетке айналдырады. Бұл әуез дами келе бесік жырына айналған екен. Қазақтағы әлди, әлди, әлди-ай деп басталатын бесік жырының төркіні Хауананың Алла, Алла, Алла-ай деген әуеннен шыққан деседі. Ертеде бесік жырын үйретудің арнайы мектебі болыпты. Бесік жырының мазмұнына, әуезіне қатты мән берілген. Тәрбиелі аналар оның иләхи мазмұнын таза сақтап, келіндеріне үйретіпті. Бесік жыры жайлы Алланаме, Әлдинаме деген ескіше жазылған кітаптарында болғанын айтады. Аналар әлдейсіз жасай алмас деген нақыл сөз содан қалған дейді. Осыған орай біз ғасырлар сүзгісінен өткен иләхи мазмұндағы мағынасы терең, мәні жағынан әлемдік классикалық бесік жырларымен теңесе алатын бесік жырларын ұсынамыз. Ол былай. Менің балам осы ма, басында бақыт құсы ма, ғайып ерен 40 шілден бөбегімнің досы ма. Лә иләха иллалла, иллаллада пайда бар, Мұхаммедтің үмметі осындай бала қайда бар.
Балам менің жүзіптей болар мекен келбетті, ажарың айдай толсын деп иллаллалап тербеттім. Тақ Сүлеймен нәбидей патша болар мекенсің, халқың үшін қамданып атқа қонар мекенсің. Ер Дәуіттей қайратты ұста болар мекенсің, дос жаранға айбатты нұсқа болар мекенсің. Әлли, әлли, әлли ай, әлли, әлли, әлли ай, әлли, әлли бөбегім, ұйықта тәтті бөбегім. Қазығырт кеп тоқтаған нұқтай болар мекенсің, отбасыма орнаған құттай болар мекенсің. Ымыраның ұлы Мұсадай досы болған Құдайдың, қызыр ерсін қасыңа, Алладан соны сұраймын. Ғайсадай нұр бітімің, салих болар мекенсің, хақтың жолын таныған ариф болар мекенсің. Әзіреті Мұхаммед сәруар болған ғаламның, рахматының тамшысы, нұрынан сен жаралдың. Әлли, әлли, әлли ай, әлли, әлли, әлли ай, әлли, әлли бөбегім, ұйықта тәтті бөбегім. Төрт шадияр достарың, жадыңа тоқы құлыным, нұрланып иман бостаның, жүзіңнен тамсын шырының. Ғайып ерен 40 шілтен, 99 мың машайық, 88 серулер, әллиледі қосайық. Әлли бөпем, құт бөпем, бұл сөзімді ұқ бөпем. Лә илаха иллалла, көкейіңе тұт бөпем. Әлли, әлли, әлли ай, әлли, әлли, әлли ай, әлли, әлли бөбегім, ұйықта тәтті бөбегім. Құлыншағым, құлыным, ұзақ болсын ғұмырың, құлағыңа құй бәрін, әжеңнің айтқан жырының. Әлли, әлли, әлли ай, әлли, әлли, әлли ай, әлли, әлли бөбегім, ұйықта тәтті бөбегім. Бесік жырының құдіреті жайлы ел ішінде мынадай ғибратты аңыз сақталған. Ертеде бір зұлым патша болыпты. Ол қанша жерден шаттанып өмір сүргісі келсе де, ылғи көңілін езіп тұратын түсініксіз дерттен айыға алмапты. Бәлкім, әнкүй тыңдасам дертінен айығармын деген дәмемен аймақтағы атақты әнші күйшінің бәрін сарайға жинайды. Көмейіне бұлбұл ұя салған неше түрлі жезтаңдай әншілер жарыса ән шырқайды. Бірақ бірде-бір әуен патшаның шер қатқан қатал жүрегін жібіте алмайды. Көңіліндегі мерезінен айыға алмаған әмір бәрін зынданға тастайды. Сол кезде бір әншінің анасы келіп патшадан ұлын босатуын сұрайды. Патшаның қабағына мұз қатып ашуланып отыр екен. Ол: «Ұлың менің жүрегімді жібіткенде мен оны зынданға тастамас едім. Бойыма шаттық сыйлап көңілімді жібіте алмады. Жүрегіме қатқан шер қашан тарқайды, сол кезде босатамын» депті.
Сонда анасы ыңылдап бесік жырын айтып бастайды. Әлди әуенін тыңдап отырып, әміршінің жүрегі жұмсара береді. Ақырында анадан алғаш туған кезіндегі періште халі есіне түсіп, еңіреп жылайды. Көңіліне қатқан шер мен дерттен айыққан соң барлық әншіні босатып, мен бесікте жатқанда әлди жырын тыңдамаған едім, содан құлағымның құрышы қанбай қалған, үнемі көңілімді зіл басып, айналамды жек көріп тұрушы едім, жанымдағы жараны жазып, сіз мені жібіттіңіз деп анаға алғыс айтып, тарту таралғы сыйлаған екен. Бесік жыры қара тасты да ертер деген сөз осыдан қалып деседі. Бесік жырын айту дәстүрі қазір көмескі тартқан. Бұл туралы Бауыржан Момышұлы Ұшқан ұя кітабында: ертексіз өскен бала рухани мүгедек адам. Біздің қазіргі балаларымызға әжелері не шешелері ертек айта бермейді. Содан қорқам. Менің қазіргі келіндерім немерелеріме бесік жырын айта білмейді. Бесікте жатқанда құлағына анасының әлди әні сіңбеген баланың көкірегі кейін керең болып қалмаса деп қорқам. Ал менің кәрі апам қыз тумас маған ертекті көп айтатын, әлдиді әнді көп айтатын. Арада неше заман өтті. Қыз тумас апамның сүйегі әлде қашан қурап кетті, ал әлди ән айтқан үні әлі тұр құлағымда деп жазады. Әлди әуенімен тербету қазақта ғана емес, өркениетті елдердің бәрінде кең тараған үрдіс. Тіпті оның маңыздылығын байқаған ғалымдар ұзақ жылдарға созылған зерттеулер жасап жатыр. Бесік жырының мазмұнында әр халықтың өз менталитеті, әлемнің жаралуы, пайғамбарлар мен әулие әнбилер туралы түсінік пен ізгі қасиеттер туралы сакралды ақпараттар сақталған. Бесік жыры бөбектің құлағына сіңген сайын оның бойындағы ата-бабасының генетикалық жадысы қайта жаңғырады. 40 күн тұзды суға шомылдыру салты. Періштелер Аюб пайғамбарды мақтап, оны үнемі үлгі етеді екен. Олардың әңгімесін естіп қалған Ібліс Алланың дәрігейіне барып: періштелер Аюб құлыңды сабырлы, мықты, тақуа деп мақтап жатыр. Ол 4 құбылысы түгел, жегені алдында, жемегені артында, бала шағасы дін аман, айналасына сыйлы, дәулеті шалқып тұрған уайымсыз адам. Егер оған шын қиындық туатын болса, басымен қайғы боп сені еске алуға мұршасы болмас еді. Сенбесең оны сынақ қалуға маған рұқсат бер дейді. Аллах рұқсат етеді. Ібліс оның бар малын бір қыста жұтқа ұшыратады. Аюб бір күнде кедейленіп таяқ ұстап қалады. Артынша бала шағасына қаза жетеді. Ағайынмен арада араз әңгімелер өршиді. Бірақ Аюб сонда да сыр бермей құлшылық тағатын үзбейді. Айла шарғысы таусылған Ібліс оның денсаулығына ауыз салады. Артынша оның денесі жидіп шірей бастайды. Бүкіл тәнін құрттар қаптайды. Аюб өлі мен тірінің арасындағы өлімші халге түседі. Сонда да тілі мен жүрегі Аллаға зікір айтып тұра береді. Ібліс оның иманын ұрлай алмай, ақыры жеңіледі. Хақ тағала құлының төзімі мен сабырына риза болып, жерден шипалы бұлақ шығарады. Аюб Құдайдың әмірімен сол суға 40 күн шомылып, әбден ширап, тәні сауығып аман қалады. Осыдан бастап, өлі мен тірінің арасында жатқан адамды 40 күн шомылдыратын дәстүр қазақ арасында пайда болыпты. Ата-анасы жаңа туған нәрестесін ширату үшін 40 күн тұзды суға шомылдырады. Ондағы мақсат бала болашақта Аюбтай сабырлы, төзімді болып өссін, өмір жолында кездесетін барлық қиындықтарға мойымайтын мықты тұлға болсын деп ырымдағаны. Баланы қырқынан шығару дәстүрі. Қазақ салтында нәрестені қырқынан шығару кезінде оның тырнағы мен шашын алады. Бұл ғұрыпты көбіне әділдігімен аты шыққан көркем мінез құлықты кісіге жасатады. Мұсылмандар Іблістің адам тәніне дәрет сындыратын жері тырнақ асты деп сенеді. Адамның тырнағы алынбай, асты кірге толса, Ібліс сондай лас жерді аңдып жүреді екен. Қазақта ұсақ-түйек өсек сөздерді жинап теріп жүретін адамдарды тырнақ астынан кір іздейді деп сипаттау осыдан қалыпты. Адам өліп, мәйіті көрге қойылған соң, қабір азабы оның тырнағының астынан басталады. Сондықтан мұсылман жұрты тырнақты өсірмей уақытылы алып отыруға үлкен мән берген. Тырнақты таза ұстау имандылықтың белгісі ретінде саналады. Бөпенің шашын алатын себебі Ібліс бейберекет шашылып жатқан шаш қылынан тон тоқып киеді екен. Мұсылмандық бір аңызда Әзіреті Әли Іблісті ұстап алады. Ібліс үстіне жылы тон киіп алыпты.
Әзірет Әли: «Әй малғын, үстіңдегі тонды қайдан алдың?» дейді. Ібліс: «Адамдар шаштарын алдырған соң далаға тастай салады. Мен соларды жинап теріп өзіме тон тоқып кем. Ондай адамдарға менің үстемдік етуім оңай болады. Олар хақтың жолында әлсіз келеді» депті. Осыған орай қазақ арасында нәрестенің бірінші алынған шашын сақтап қойып, өскесін өзіне тұмар етіп тағатын ғұрып шыққан. Сенім бойынша Ібліс ол балаға әсер ете алмай, діңкесі құриды екен. Қазақ арасында шашты далаға бейбереке тастамау керек деген түсінік кең тараған. Әйел адамдардың да тарақтан түскен шаштарын жинап, жерге көміп, не болмаса өртейтіні осыдан шықса керек. Шашы өскенің ел кәпір, тырнағы өскенің өз кәпір деген тәмсіл осыған орай айтылыпты.